Ассалаумағалейкум. Қысқа нұсқа. Бұл кез келген тақырыпты тез түсінудің ең оңай жолы. Мысалы, жердің асты мен үстіндегі барлық игілік қазақ ұлтына қызмет етуі керек. Оның әрбір түйір тасы, әрбір қазақтың өңіріне түйме болып қадалуы керек. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етемін деген қазақтың біртуар азаматы, алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханов туралы не білесіз? Бүгін мен Әлихан Бөкейханов туралы қазақ тарихындағы маңызды оқиғаларды қысқадан нұсқа айтып, Қазақстан тарихы бойынша кем дегенде 2-3 оқулықты бір бейнероликпен жеткізуге тырысамын. Ендеше, бүгінгі алғашқы шығарылымның кейіпкері Әлихан Бөкейханов атамыздың сөзімен айтқанда, көп оқыса, зейінді болса, білімді болмақ демекші, менің мағыналы қысқадан нұсқа бейнероликтерімді көріп, білімді болыңыздар. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов 5 наурыз 1866 жылы бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7 ауылында дүниеге келген. Бұл қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы бұрынғы Қаратал кеңшарының жеріне қарасты елді мекен. Қазіргі таңда бұл елді мекенге Әлихан Бөкейханов есімі берілді. Қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы атақты сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей осы сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед тараған. Әлихан Бөкейханов Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтын бітірген. 1905 жылы Ресей патшалығының бірінші мемлекеттік думасына депутат болып сайланды. 20 ғасырдың басындағы орыс-жапон соғысы және орыс революциясы барлық ұлттардың ерекше саяси оянуын тудырды. Алаш автономиясы идеясы да осы 1901-1905 жылдар арасында жаппай ұлттық мақсатқа айналды. Сонымен қатар бұған үлкен қозғаушы күш болған жағдай 1891 жылы жалпы Ресей патриархы қазақтарды шоқындыру туралы заң қабылдады. Ол заң бойынша 1901 жылдан бастап қазақ азаматтарын күштеп шоқындыру көзделген болатын. 1905 жылы Ресейде алғашқы революция қозғалысы басталған кезде де қазақ жеріндегі зиялы қауымдар қазақтың дініне, тіліне, жеріне, сот мәселесіне, жалпы қазақтың болашағына байланысты алғашқы саяси тұғырнамасын қағаз бетіне түсірді. Осы петицияның басы қасында болған Әлихан Бөкейханов Ресей патшасына қазақпен санасуын талап етті. Ол петицияда бірінші, қазақ еліне өзін-өзі билейтін мемлекеттік құрылым беру керектігін талап етті. Яғни қазақта болыстан басқа дәреже болмау керектігін жеткізді. Тұтас қазақты біріктіретін мемлекеттік билік талап етті. Екінші, жер өзімізге қайтарылсын, қоныс аудару тоқтатылсын деді. Үшінші, дінімізге еркіндік берілсін, шоқынбаймыз деді. Төртінші, тіл мәселесі. Яғни іс қағаздары қазақ тілінде жүргізілсін және барлық мектептер қазақ тілінде оқытатын болсын. Ал бұрындары сол кездерде медресеге дейін орыс тілінде оқытылатын болып кеткен. Бесінші, мемлекеттік думаға қазақтан өкіл сайлансын. Біз елімізді өзіміз басқарамыз деген. Міне, Әлихан Бөкейханов бастаған осындай талаптары бар құзыр хатты алғашында 10 мың адам қол қойған Қоянды жәрмеңкесінде тараған осы құзыр хаттың арқасында қазақтың жаппай ұлттық азаттық рухының оянуына себеп болды. Осыдан кейін Әлихан Бөкейханов атамыздың ұйымдастыруымен 1913 жылы 2 ақпанда қазақ газеті жарыққа шықты. Газет рәмізді бейне ретінде киіз үйді ұсынды. Бұл қазақ ұлты деген ұғымды білдірді. Қазақ газетінің ең басты мақсатының бірі қазақ зиялыларының бастарын қосу, біріктіру болды.